Тура осы жылағаның Диана ханым кеше түнгі 3-те мен өзім үйге қайтып баратып Сайнанын бойында жаңағы Мағжан мәшесін көріп қалған болатын. Сосын арттарынан бүйтіп енді кетіп баратырмын ғой менде. Бүйтіп жақындап бүйтіп терезеден қарап қалсам Мағжан және Аида отырды машинада. Әмпай жампай көңіл күйлері жаман емес негізі. И сол кезде мен сигнал басып оларға қарап саусағымды көрсеттім да, типа что это такое деген сияқты. Енді Диана ханым мені ойлаңызшы, маяқта жылап тұрады екен, например, да. Мен өмір сұра алмаймын, мен кешірім сұраймын Нұрдәулеттен дейді да, сол күні түнгі 3-те мен оны Мағжанмен мәшесіне көрем. Это как понять, да? Одан кейін тоқтай тұр. Одан кейін енді мен қайтамын, қайтып болғаннан кейін бір арада бір 20 минут па сол өтеді. Нұрдәулетке хабарластым. Айттым, Нұрдәулет, қалайсың, көңіл күйің қалай, бәрі жақсы ма деп. Нұрдәулет айтты, я более-менее нормально деді. Қызыңмен сөйлестің ба дедім. Былай сөйлестік, былай дедім. И ар жағынан Аиданың дауысын естимін. Жан, бірдеңе, я же тебе сказала, бірдеңе деп. И трубканы жұлып алып, маған айтып жатыр, Данияр аға, сіз бізді көрген кезде о жерде Альмира ханым дархан болды. Ақталып жатыр, иә? Ақталып жатыр. Мен айтып жатырмын. Бірақ Альмира ханым ол кезде өзінің құдай қосқан жары Нұрғалыммен бірге үйіне қайтып кеткен. Дұрыс қой, енді мен енді Аидаға айтып жатырмын да, енді сен өзің логически ойлашы, түнгі 3-те, примерно 3:20-да Альмира ханым деймін да, мысалы, бала шағасы бар, сендермен бірге Мағжанда мәшемен постоянно наверх, зачем будет ехать деген менде бір күдік ұялайды да негізі. Просто бұл жерде Нұрдәулет, мен саған айтайын, қандай жағдай болмасын, шешімге келдің ба, бұндай қыз қажет емес. Мен просто бұл қызды, Диана ханым, шынымды айтайын, просто енді былай қыз ретінде, қарындасым ретінде осы күнге дейін бір қолдадым. Өткенде Қырғызстанда берген интервьюна да айттым, бәлкім олар подстава жасаған шығар деген сияқты. Бірақ та бір бұндай актерский мастерствомен өтіріктен жылап, мынаяқта ойнатып, қажет емес Аида, керек емес. Бірақ та соны көре тұра осы жылағаның Диана ханым кеше